Кім қуанса бұл тойға дәл осындай той көрсін. Кім қуанса бұл тойға дәл осындай той көрсін. Ал енді қоғамда болып жатқан оқиғалар біздің ардагерлер кеңестерінің, ардагерлер ұйымдарының үнемі назарында. Соның ішінде ел ағалары, ақсақалдарымыз, аналарымыз, әжелеріміз көп пікір айтып жүр. Мынау той мәдениетін көтеруіміз керек. Елдің әл ауқаты жақсарып келе жатыр. Ал енді мәдениетті жақсару керек. Тойды да біз жақсылап жүргізетіндей, демалып қайтатындай дәрежеде болу керек деген осы пікірлер болды. Ал енді той мәдениетін, оны жаназа шығару мысалы, осы мәселелерді бір ретке келтіру мәселесі күн тәртібінде тұр. Асабалар ұйымдарын құру керек. Өйткені тойдың мәдениетін көтеру тікелей асабаға байланысты. Ал енді біз ақсақалдар қауымы, ардагерлер ұйымдары ақылдаса келе, бізді көзге көріп жүрген азамат Ринат Нұрақбаевтың кандидатурасын бәрі бір ауыздан ұсынып отыр. Мен оны қолдар едім. Өйткені ол мәдениетті, білімді, ойы ұшқыр азамат, елмен араласа алады, елмен сөйлесе алады, елді ерте алады артынан. Сондықтан да осындай жігіттерді топтастырып, оларды да бір тәрбиелеп, оқытып, кішкене осылай жөнге келтірсек, меніңше көш жүйе түзеледі дейді ғой енді. Бәрі түзелуге тиісті, жақсы боламыз деп ойлаймын.